Апамның орысшасының бәрі удан аяқталады да. Азербайджану которому мәмбетову. Спасибо большому делду дейді ғой. Мен апа, едіген окончание бар. Адам намысын кетірмей дұрыстап сөйлесеңші. Ай, қош шырағым мұның, сәті кеп тұрғанда сәніне қарап жататын жағдай жоқ дейді. Сәті кеп тұрғанда сәніне қарамаған театр анасы ауылда туған. Сырдария ауданы Қоғалкөл ауылының 1914 жылғы тумасы сәби кезінде әкесінен айырылып 7 жасында көз алдында анасы қайтыс болады. Жетім қалған екі қызы анасы Дәнегүлдің құрбысы Жакуда өз қамқорлығына алып, ол кісіде бақилық болғаннан кейін апалы сіңілі лашықта күн көреді. Аш құрсақтың құрылын қалай басуды ойлап, әлденелерді жасауға талпынған боламыз. Жакуда марқұмнан қалған бірер уыс ұнды ыдыстағы суға шылап, дәмсіздеу бірдеңені жұтқандай боламыз. Біздің жақта сексеуіл деген өте өсімтал ағаш бар. Оның шоғының табы әлден уақытқа дейін суымайды. Соған әлсін-әлсін қол аяғымызды жылытамыз. Сексеуілдің қызуы жақсы-ақ, бірақ оны тұтату өте қиын. Оны тұтатамыз деп өзіміз түтінге тұншығып, мазасыз желдің екпініне әзер шыдап тұрған шағын қақырамызды қара күйе қыламыз. Сіңлім 11 жаста, мен 13 жастамын дейді. Сіңлімді ерттімді қолынан жетектеп дейді. Темір жолдың бойымен Алматыға қарап жүре отырды. Жүре бердік, күн демедім, түн демедім дейді. Қырғызстанның тұсына келген кезде сіңлім құлады дейді. Амалдың жоғынан сол жерге жылап еңіреп отырып желдедім дейді. Одан бері қарата өзім тарттым. Алматыда жеміс-жидек сататын дүкеннің ауласын сыпыруға өзі сұранып, кейін сол дүкеннің кассирі болады. Жап-жас пысық қызы Қазақстандағы театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі Сералы Қожамқұлов сыртынан байқап театрға шақырады. Қазақ ұлттық драма театрында бірінші болып келген қыздардың ішінде жүріп, алғашында массовкада ойнаудан бастайды. Ал дебюттік рөлі Бейімбет Майлиннің Майдан драмасындағы алтынай кейіпкері. Содан бастап театрға 60 жыл өмірін беріп, 40-қа жуық рөл сомдаған. Абай спектаклінде Ұлжан ананың образынан кейін актриса көрерменнің жадында қазақ анасының бейнесі ретінде қалыптаса бастайды. Алайда сол қойылым Сталин сыйлығына ұсынылған кезде лауреат атағына үміткер болған актерлік құрамдағы 7 адамның тізімінен белгісіз себеппен алынып тасталынады. Есесіне 1945 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының еңбегі сіңген әртісі, 70 жылы Кеңес одағының халық әртісі атағына ие болды және ең бастысы театр анасы атанды. 90 жылдар басында театр Бішкек қаласына Ана жер ана спектаклімен гастрольдік сапарға аттанғалы жатқан кезде театр анасы өзі аңызға айналдырып, авторы Шыңғыс Айтматовтың жоғары бағасына ие болған Толғанай рөлінен шеттетілді. Сол мезетте актрисаның денсаулығы бірінші рет сыр берді. 2 жыл төсек тартып жатқаннан кейін 1994 жылы инсульт дертінен көз жұмды. Ал оның есімі Сәбира Майқанова. Сәбира Майқанова апам туралы естелігім. Өйткені ол дана адам, ұлы адамның естелігі қай уақытта қалады.